Денсаулық зор байлық. Денсаулық бірінші байлық. Осы сөздердің мағынасын қазіргі заманда түсіну, ұғыну қиындап кетті ағайын. Қайда барсаң да, көшеге шықсаң, немесе әлеуметтік желіге қарасаң, немесе жарнамаларды қарасаң, барлығының мақтайтындары дәрі-дәрмек, капсула, таблетка, немесе крем-маздар. Ал шындыққа келетін болсақ, ешқайсысының я көмегі жоқ, я зияны жоқ. Тек сол фармацевтикалық компаниялардың қалталарын толтырумен әлекпіз. Толтырып та жатырмыз. Шындыққа келетін болсақ, көмегі болса кәнекей. Түрлі сілтемелерді басып, Инстаграм, әлеуметтік желілерге кіріп, бір сілтемені басып басаң артынан колл-центрдің қызметкерлері хабарласып, мазаңды алып жатады. Аға, мына дәріні ішіңіз, басыңыз ауырса қояды. Әпке, аяғыңыз ауырса, мына кремді жағыңыз, қояды. Әттең-ай, ешқандай көмегі де жоқ, зияны да жоқ. Құрамына үңіліп қарайтын болсаң, тек қана қайдағы бір шөптермен жасалған жай әшейін капсула. Күнделікті мазаңды алып жатыр. Ассалаумағалейкум. Дертіне ем, ауруына шипа таппай жүрген қазағым. Армысыздар ағайын. Осы жағдайлардың барлығы біздің Тибет каналымыздың ашылуына түрткі болып отыр. Ең бастысы қазақ тілінде. Сонау ютубты шарлап кетсең, бір дәрінің емін іздеп, әлі дертке дауа болатындай бір дәрі іздейтін болсаң, ем іздейтін болсаң, тек орыс тілінде. Тек қана орыс тілінде. Ешқандай да бір қазақ тілінде бір саны бар, сапасы бар видео немесе ем таппайсың ағайын. Ол рас. Мен доктор Шырхан, Тибет медицинасының докторы. Сіздерді ешқандай дәрісіз, уколсыз, немесе басқа да бір дәрі-дәрмексіз ауруларыңызды үй жағдайында ең жоғары нәтижелі жаттығулармен емдейтін боламыз. Я ағайын, тек қана үй жағдайында өзіңіз білмеген, естімеген, бәлкім естіген боларсыз. Әртүрлі жаттығуларды жасап, ем-дом жасайтын боламыз. Мынаны іш, әлде менің вебинарыма жазылыңыздар деп ешқандай ондай айтылмайды да айтпаймыз. Тек қана біз айтқан жаттығуларды дәлме-дәл орындап отырсаңыз болғаны. Адам ағзасында неше мың түрлі нүктелер болады. Әрбір нүкте әрбір орынға жауап береді. Сол себепті сол нүктелермен жұмыс жасап, өз-өзіңізді емдей аласыз. Бағана айтқанымдай, тек біздің жаттығуларымызды дәлме-дәл орындап отырсаңыз болған ағайын. Әрине, шипасын беретін әуелі Алла, біз тек себепшіміз ғана. Сол нүктелерді әрқайсысын, әр күнделікті қайсы ауруға қандай нүкте жауап беретінін, қалай жаттығу жасайтынын және қаншалықты емделетініңізді күнделікті айтып отыратын боламыз. Осы бағдарлама бойынша біздің команда, яғни мен және ассистенттерім 1400-ге жуық ауру емдік жаттығуларын дайындадық ағайын. Тек қана сіздер үшін. Сол үшін біздің арнамызға тіркеліңіздер, лайк, комментарий жаздыңыздар. Қандай ауруларға ем таппай жүрсіздер, қандай ауруларға ем тапқыңыз келеді, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, осы каналымыздың төменде комментарийіне жазып кетіңіздер ағайын. Қазақ тілінде болатын ем-домдарды бұдан былай дамытатын боламыз. Және алдағы уақыттардағы келесі бағдарламадағы әрбір жаттығуды толыққанды, былай айтқанда соғырға таяқ ұстатқандай қылып үйрететін боламыз ағайын. Ең бастысы нәтиже болады. Алла қаласа. Сол себепті ағайын, арнамызға тіркеліңіздер. Келесі бағдарламада көріскенше күн жақсы.
Дендеріңіз сау, жүйкелеріңіз мықты болсын. Ең бастысы денсаулық ағайын. Аман сау болыңыздар.